Тағы да сәлем қыздар барлықтарыңызға. Бүгін Асқатты жігітіңізге арнайтын боламыз. Жігітіңізді ойлаңыз. Жігітіңіз жалпы сізді түсінде көріп жүр ма? Егер көріп жүрген болатын болса, қандай түс көрді, яғни сіз туралы, және одан қандай түйін шешті десем болады. Қандай ой түйді ол көрген түсінен. Егер де қызық болса, видеоны аяғына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, және өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Бірінші жігітіңізбен сізді тауып алайық. Жігітіңізді ойлаңыз. Жігіт шықты бұл жерде. Енді сіз. Сіздер бұл жерде ана болуларыңыз да мүмкін, өздеріңіз орныққан. Бірінші сізді айта кетейін, сіз бұл жерде королева пентакли, яғни өзіңізде барлығы жеткілікті. Зодиакаңыз бойынша сіздер козерог, телец болуларыңыз да мүмкін. Және бұл жерде сіздер ана болуларыңыз да мүмкін. Сіздер бір нәрсеге ухаживание жасайсыздар, балаларыңызға ухаживание жасайсыздар, мүмкін ата-аналарыңызға деген сияқты қандай да бір қамқорлық көрсетесіздер. Үйіңіздегі жануарларға болсын, оны еркелетіп, соған аналық мейірім көрсетіп, өзіңіздің қамқорлығыңызды көрсете білесіз десем де болады. Және де сіз бұл жерде өзіңіз қазір үлкен армандарды армандап отырсыз. Мүмкін ол өзіңіздің қазір ойыңызша орындалмайтын арман деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіздер қазір болашаққа керемет жоспарыңыз бар, көп нәрсені ойлайсыз. Мысалға, мен мынаған жетемін, мынаған жетемін деген сияқты сондай ойларды ойлайсыз, бірақ бұл жерде өзіңіз реально былай өзіңіз тікелей қарайтын болсаңыз, жете алмайтын арманым, бірақ сонда да армандайтын адамсыз десем болады. Өз-өзіңізді алдау бұл жерде. Бірақ сонда да сізде мақсатыңыз бар алға қойған деген сияқты. Сонда энергетикада келіп тұрсыз. Және сіз бұл жерде адамдарға көп өтірік айтпайтын, невинная дейміз ғой, сондай таза адам болыңыз, көңіліңіз таза, кіршіксіз, біреуге жамандық ойлайтын адам емессіз, өзіңіз және таза адамсыз десем де болады. Және де сіз бұл жерде көп ер азаматтарға, яғни көп басқа да, тек қана ер азаматтарға емес, әйел адамдарға да сізге бір жағынан, мысалға, әйелдерді айтатын болсам, қызғанышпен қарауы мүмкін сіздің жетіп отқан жетістіктеріңізге, немесе сізді ұнатып жүрген ер азаматтар сізге как будто бір аспандағы жұлдызға қолы жетпейтін адам сияқты қарауы мүмкін. Сізді просто, мысалға, жерде тұрып жұлдызға қарап, қандай керемет жарқырап тұр, бәрібір қолымыз жетпейді ғой, ұстай алмаймыз ғой деген сияқты сондай ойды ойлаймыз ғой, шын мәнінде. Сіз де сол басқа адамдарға как будто жұлдыз сияқты көресіз десем де болады. Енді жігітті айта кететін болсам, бұл жерде 4 карта шығып кетіпті. Бұл жерде жігіт семьялы болған болуы мүмкін, және қазіргі сәтте любовниктің рөлінде де шығып тұр, екі энергетикада шығып тұр. Бұл жерде қалай келмей 4 карта бірдей шығып кетіпті. Сонда да бекер шықпаған деп ойлаймын. Семьялы болған болуы мүмкін. Қазір де семьялы болуы мүмкін, бірақ бұл ер азамат қазір отбасында өзінің аздаған келіспеушіліктер, кете алмаушылық, өзінің отбасынан мүмкін кетіп те қалған болуы мүмкін, бірақ бұл жерде бұл ер азамат өзін жалғыз сезінеді, немесе бұл шынымен де жалғыз басты ер азамат болуы да мүмкін. Егер де семьясы болса да, бұл ер азамат қазір жалғыз десем де болады. Семьялық қарым-қатынасында терең
күшті махаббат бар деп айта алмаймын, бірақ бұл жерде бұл жігіт қазір ғашық десем болады. Ғашық болған кезде қазір бір жағынан любовниктің рөлінде де шығып тұр десем болады. Өте сезімтал, әйелдердің көңілін таба білетін, бірақ кейде ашуланған кезінде өте қатты, сондай тік мінезді болып кетеді, резко сөздер айтады, резко жауап береді, қатты жауаптарды резко айтатын ер азамат болуы мүмкін. Бірақ сіздің әйелдерді ұнатқан кезде өзінің қолы жеткізгісі келетін нәрсеге келген кезде өзі жәндегі ухаживание жасап, жалпақ сөз айтқанда лыпылдап кетуі мүмкін. Сондай ер азамат шығып тұр бұл жерде. Енді екеулеріңіз қарым-қатынастарыңызды көрейік. Екеулеріңіз қарым-қатынастарыңызда өте көп карта шықты. Екеулеріңіз қарым-қатынастарыңыз өте ұзаққа созылған болуы мүмкін. Бұл жерде көрсетіп тұрған бойынша өйткені көп карталар шықты. Сонда да қысқаша тезірекке көріп кетейін. Бұл жерде сіздерде айырылысу болған, бір-бірлеріңізді күту, уайымдау, переживание. Бұл жерде екеулеріңіз қарым-қатынастарыңызда бір гадалкаға жүгінген болуы мүмкін. Бір қыздар енді магия жасадыңыздар деп айтқым келмей отыр. Сонда да өзіңізге қарату үшін сондай да бір әрекеттер жасағыңыз келген ойда болған болуы мүмкін. Қалайша осы ер азаматты өзіне қаратсам екен деген сияқты ұрысып қалған кездеріңізде. Немесе өйстіп таро картасына жәндегі балаштаған болуыңыз да мүмкін, ықтималдылық көрініп тұр. Және де сіз бұл жерде ер азамат сізге келеді, келгенде де екеулеріңіз қарым-қатынастарыңыз, интимдік қарым-қатынас бар. Легкий қарым-қатынас десем болады, жауапкершілігі жоқ, бірде келеді, бірде кетеді деген сияқты. Бірақ екеулеріңіздің араларыңызда қандай да бір отбасылық мәселеге байланысты әңгімелер айтылған болуы мүмкін. Отбасылық болған кезде де бұл жерде отбасы құрсақ қалай деген сияқты қандай да бір екеулеріңіздің совместность бірге болуларыңызға деген әңгімелер екеулеріңізде айтылған десем де болады. Бірақтан бұл жерде бұл ойларыңыз қазір іске аспай қалған, соңына келетін болсақ іске аспай қалған, және сіздер көбінесе бұл жерде жігіт сізбен қарым-қатынасын ары қарата жалғастыра беруді, қалай жалғастыра берсем екен деген сияқты сондай позицияны қолданып отыр десем болады. Бұл сіздер менің қасымда болған кезде менің үйленуім керек деген сондай шарт қойған болғаныңызда, бұл общий расклад болғандықтан енді айта беремін. Өздеріңіз өмірлеріңізді өздеріңіз білесіздер, мен білмеймін. Керектерін өздеріңізге аласыздар, егер тура келіп жатқан болса сәйкестіктері. Енді бұл видео сіздікі десем де болады. Енді бас тақырыбымызға көшейік. Жігіт сіз туралы қандай түс көрді, және бұнымен ол жігіт ол түсін қалай жорыды, нендей нәтижеге десем де болады. Көрейік. Жалпы жігіт сіз туралы қандай түс көрді, не туралы түс көрді сіз туралы. Бұл жерде бұл ер азамат сізбен өте керемет қарым-қатынасты көрген деп айта аламын, бірақ бұл жерде аяқ астынан екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз үзіліп, бұл ер азамат мүмкін өте керемет кездерді көріп жатып түсінде, және сізбен бірден айырылып кеткен сәтін көрген болуы мүмкін. Түс деген негізі кино сияқты бірінен соң бірі как положено болмайды. Біресе өміріңізде де, біресе түс көргенде, біресе үйде жүреміз, біресе сыртта жүреміз, әртүрлі халде болады. Сондықтан бұл жерде ер азаматтың көргені бойынша сізбен қарым-қатынасы үзіліп кеткен, және де бұл ер азаматтың көңіл күйі түскен, яғни түсініп отырсаңыздар, аяқ астынан сіз бұл жерде екеулеріңіз мамыражай жүрген кезіңізде сіз бірден кетіп қалғансыз, және бұл ер азаматта жәндегі реніш ішінде, жәндегі бір ашу, өкініш, жылау деген сияқты нәрселер болған.
және де бұл жерде ер азамат сізбен сіз туралы түс көрген кезде сізбен қарым қатынасы үзіліп кеткендігін көрген десем де болады. Иә, және бұл жігіт ол көрген түсіне қандай қалай жорыды екен, не деп ойлады екен. Бұл жерде бұл ер азамат сізге әділ болуым керек, бұл әйел адаммен мен просто уақыт өткізу үшін жүрмеуім керек деген сияқты, как будто бір сіздің қадіріңіз түсінгендей, яғни түсінде сіз кетіп қалдыңыз, некелеріңіз екі жаққа кеттіңіздер. Бұл жерде ер азамат соны шын өміріндегідей елестетіп, переживаниеде оянған десем болады. Иә, бұл өте жәндегі қалай түсіндірсем екен, өкініш деген сияқты, сіздің кетіп қалғаныңызға жүрек жараланып қалып қойды деген сияқты, сондай халде болған десем болады түсінде. Яғни мұқият тыңдап отырсаңыз түсінікті болады деп ойлаймын. Және де бұл ер азамат саналы түрде сізбен кәдімгі отбасы құрып, немесе азаматтық некеде болсын, сізді өзінің жауапкершілігіне алып, сіздің міне мен ер азаматымын деген сияқты сондай адам болуды ойлады десем де болады. Солай шешім нақты қабылдамаса да, сол көрген түсінің арқасында сондай ойға келді деген сөз бұл жерде. Иә, просто бұл жерде сізге ухаживание жасап, көңіліңізді тауып жүрудің ешқандай мәнісі жоқ. Өйткені бұл жерде сіздің өміріңізге бұл ер азаматтан, ойлап отырған ер азаматыңыздан басқа ер азаматтар бар деп ойлайды, яғни конкуренттер. Мүмкін сізге өзіңізден жас ер азаматтар қарауы мүмкін да сізге, және де бұны сіздің ер азаматыңыз білуі мүмкін. Сіз өте сұлу, ухаживание жасалған, өз-өзіңізге қарайтын сондай әйел ретінде шығып тұрсыз бұл жерде. Және де сізге өзіңізден жас жігіттерде әңгіме айтуы мүмкін, сізге қызығушылық танытуы мүмкін, және де бұны сіздің ер азаматыңыз, яғни қазір көрген ер азаматыңыз, ойлаған ер азаматыңыз бұны біледі, және бұл өзіне мықты конкуренттері, соперниктері бар екендігін біледі десем де болады. Сол себепті бұл ер адам тек қана өткен кездермен ғана өмір сүрмей, өткен уақыттарыңызды құр ғана ойлап жүрмей, әрекет жасау керек деген ойда десем болады. Сізді жалпы өмірінде ұстап қалғысы келеді, бірақ бұл өте қиын болып тұр. Өйткені екеулеріңіздің араларыңызда стена сияқты бөліп тұр екеулеріңіздің. Өздеріңіз білесіз.